Assalamu alaikum, hurmatli televizor ko'ruvchi do'stlar, efirda Intervyu Plus ko'rsatuvi. Studiyamizning bugungi mehmoni Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya ministrligi bosh maslahatchisi Muhabbat Xo'jahmetova. Muhabbat, studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Ko'rsatuvimizning boshida 16 aprel kuni prezidentimiz tomonidan qabul etilgan eslov ham qadrlov kunini tayyorlab ko'ruv ham uni o'tkaruv ilojlari haqidagi qaror haqida o'zingiz bir kengroq aytib bersangiz. Qaror meni ham бағдарламада 2026 жыл 9 май күні сағат 21:00-де Ташкент қаласында байрам насыбетімен үлкен байрам илажы шөлкемдестіру белгіленген. Мемлекетімізде 9 май еслеу һәм қадірлеу күні умумхалық байрамы етіп белгіленген. Мемлекетіміз басшысы тарапынан har жылы осы байрамға таярлық көру мақсатында арнаулы қарарлар қабыл етіледі. Осы жылдың 16 апрель күні Өзбекстан Республикасы президентінің 9 май еслеу һәм қадірлеу күніне таярлық көру һәм оны өткеру илажлары хақындағы ПХ 139 санлы қарары қабыл етілді. Сол қарарда мемлекеттік мекеме һәм ұйымларға осы байрамды өткеру бойынша арнаулы тапсырма һәм вазифаларды белгіленген. Осы қарарға текар бағдарламада сеп шығарылған екен, осы бағдарлама хақында да айтып кетсеңіз. Осы қарар менен 9 май еслеу һәм қадірлеу күніне таярлық көру һәм оны өткеру бағдарламасы тасдиқланды. Қарарға текар сол бағдарламада белгіленген илажлар міндет, мәртілік, жігерлік сүрені астында өткеріледі һәмде рухи ағартушылық илажлар, мәдени кешелер, таңлаулар, қалабалық спорт жарыслары, үш аулат ұшырасулары һәмде басқа да осындай тәдбірлер өткерілуі белгіленді. Сондай-ақ осы бағдарламада бір қанша мемлекеттік ұйымлар һәм шөлкемдеріне вазифа белгіленген. Атап айтқанда сол Qoraqalpog'iston Республикасы министрлер кеңесі, олаятлар һәм Ташкент қаласы хакімлігі мен біргелікті құқықтық қорғау ұйымлары, жастар агентлігі һәмде басқа да тиісті ұйымлар менен сол байрамды көтеріңкі рухта мемлекетімізде өткеру бойынша бір қанша сол илажларды осы бағдарламада кеңінен белгіленген. Сол атап айтқанда жұғыру марафонлары, әскери көріністер көшелерде. Сондай-ақ сол үш аулат ұшырасулары һәм тағы да басқа ұшырасуларды өткеру назарда тұтылған. 1941-45 жылдардағы ұрыс қатынасушыларына жаратылған имканиятлар, жеңілдіктер һәмде қошеметлеулер хақында да айтып кетсеңіз. Осы қарарда екінші жер-жүзілік ұрыс қатынасушылары һәм фронт артты минет ветеранлары, сондай-ақ арестілік жылдарында қызметін атқару уақытында қайтыс болған әскери қызметкерлер һәм құқықтық қорғау ұйымларының шаңырақтарына материалы һәм рухи жәрдем көрсетілуі белгіленген. Сондай-ақ жалғыз һәм кем тәмінленген ұрыс қатынасушылары һәмде арестілік жылдар қызмет бабында қайтыс болған әскери қызметкерлер, құқықтық қорғау қызметкерлерінің шаңырақтары абаданластыру бойынша да бір қанша вазифа һәм тапсырмалар белгіленген. Сонда қарарда басшылар тарапынан осы категориядағы шақсылардың аймақтарына тікелей өздері барып хабар алу бойынша тапсырмалар кетілген. Сондай-ақ минет низамшылығында білеміз 9 май умумхалық еслеу күні байрам күні етіп белгіленген. Бұл күні жұмыс күні режиміне қарамастан мемлекетімізде демалыс күні. Сондай-ақ 1941-45 жылдардағы ұрыс қатынасушылары һәм тайпадағы теңдестірілген шақсыларға минет низамшылығында бір қанша жеңілдіктер һәм кепілдіктер белгіленген. Атап айтқанда минет кодексінің 167 статьясында қандай да бір қарханаларда қысқарту, яки болмасам жұмыс көлемі кемеу нәтижесінде орлардың қысқару мünәсәбәтіменен осы категориядағы шақсыларды бірінші нәубетте жұмыста сақлап қалу. Жылдық минет демалыс дәуірлерінде осы шақсыларға бірінші жыл үшін мысалы 6 айдан кейін минет демалысына шығу құқы бар. Бірақ 1941-45 жыл ұрыс қатынасушылар һәмде осы тайпадағы теңдестірілген
шақсыларға осы дәуірді күтпестен алдын сол өзінің қалеуіне текар минет демалысынан сол 6 айды күтпестен шығу кепілігі белгіленген. Сондай-ақ кейінгі жылдар үшін, екінші һәм кейінгі жылдар үшін осы тайпадағы қызметкерлерге минет демалыс дәуірлерін өзінің қалеген уақытында алу бойынша кепілік һәм имканиятлар жаратылған. Һәм сол минет кодексінің 242 статьясында сол қызметкерлерге өзінің қалеуіне текар мәжбүри тәртіпте сол пұлсыз минет демалысы берілуі кепілленген. Сол қызметкерлердің қалеуіне текар сол 14 календар күнлік мұғдарында сол әр жылы ысқақ сақланбаған мұғдарда сол минет демалысы күндері берілуі кепілленген. Махаббат, қадірлеу һәм естеу күнінде әлбетте біздерде сол дәстүрге айналып бара тұрыпты. Жақындарымыздың, ата-бабаларымыздың басларына барып зиярат қылу кеңінен тарқалмақта әзір күні. Солай екен, зиярат қылған уақытларда да оларды дұрыс барып келу һәмде сол жердегі өзінің тәртібін сақлау қағидалары да бар шығар. Байрам насыбетімен сол халқымыз қала сыртына шығып кетеді. Сол жерде жол харекеті қағидаларына қатаң әмел ету соралады бұқаралар тарапынан. Сондай-ақ сол зияратлау жерлерінде қандай да бір шығындыларды тасламау, сол тәртіптер белгіленген. Сондай-ақ сол қарарда мемлекеттік ұйымдар һәм басшыларына бірқатар уазифа тапсырмалар кетілген. Яғни 9 май күні байрам алды. Естелік музейлеріне барып, гүлдерді қою мәресімлерді өткеру, сондай-ақ рухи ағартушылық мәресімлерді өткеріп, соларды кеңінен халыққа жайдыру һәмде сол ілажларды қалабалық хабар құралдарында көрсету белгіленген. Қарарға текар Қарақалпақстан Республикасы Әділет Министрлігіне де жүктелген уазифалар хақында сөйлеп өтсек. Низамларды халықтың арасында кеңінен құқи үгіт насихат ету вазифасы. Осы байрам насыбетімен министрлік һәм район қала әділет бөлімдері тарапынан минет жаматлерінде, білімдендіру мекемелерінде һәмде басқа да мекемелерде кеңінен үгіт насихат жұмыстары алып барылмақта. Низамшылықтағы тайпадағы шақсыларға қандай министрлік һәм район қала әділет бөлімдері тарапынан байрам мünәсәбетімен спорт түрлері бойынша жарыстар өткеріледі. Сондай-ақ әр түрлі ағартушылық тәдбірлер өткеріледі. Сондай-ақ басшылар тарапынан 9 май байрам мünәсәбетімен ілажларда қатынасылады. Махаббат, соңғы уақытлар міне білеміз, Қарақалпақстан Республикасы Әділет Министрлігі тарапынан да көптеген жұмыстар әмелге асырылып жатырыпты. Міне сол жұмыстар хақында өзіңіз кеңірек мағлұмат беріп кетсеңіз. Әділет Министрлігі тарапынан бұқаралардың құқи машғаларына шешім табу мақсатында аймақларда көшпелі қабылдаулар, сондай-ақ құқи бейпіл маслихатлар беріліп барылады. Сондай-ақ махаллелерде махалле жетілігі қатынасуында қызметкерлердің мамандығын арттыру бойынша да үгіт насихат семинарлар өткеріледі. Сондай-ақ Әділет Министрлігіне даулы шаңырақлар бойынша бекітілген шаңырақлар бойынша министрлік тарапынан бірқанша жұмыстар әмелге асырылып жатырды. Атап айтқанда даулы шаңырақлар бойынша манзілі махаллелерде үйме-үй жүрген халда ажырмалардың алдын алу, ерте тұрмыстың алдын алу һәм қарындаслардың арасында ерте некелеудің алдын алу, бұған қарата низамшылықта жауапкершілік барлығы хақында кеңінен үгіт насихат жұмыстары алып барылады. Міне қазір күні көруімізге болады, құқи мәслихатлар тек қана қала ішінде яки район ішінде емес, хаттекі алыс ұзақ аймақларда да құқи мәслихатлар беру мүмкіндігі бар да, себебі көшпелі қабылдауханалар өткеріліп жатыр, солай емес пе? Районда әділет бөлімдері бар, қызметкерлер тарапынан har ayda көшпелі қабылдаулар ұзақ аймақтағы бұқаралар арасында, сондай-ақ көшпелі мемлекеттік қызметлер көрсетіледі. Бұқараның мысалы қандай да бір кадастр мәселесі бойынша яки болмаса басқа мемлекеттік қызметлермен байланыслы машғалары болған жағдайларда қызметкерлер тарапынан осы
алыс аймақтағы бұқаралардың үйлеріне барып, со көшпелі мемлекеттік қызметлер көрсетіліп барылады. Тикарынан бұқараларымыздан көп келетін сұраулардың бірі бұл хуй масағат алу пұллы ма яки бейпұл ма, міне осы сұраулар көп келеді, hamda қай жерлерге барып сондай хуй масағатларды алса болады бұқараларымыз. Район қала әділдік бөлімдері тарапынан со маслихатлар беріледі, егер со бұқара мұражат еткен жағдайда. Hamda со Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігі жанында со мемлекеттік емес, коммерциялық емес мада чөлкем бар. Со район қала кесімінде со қызметкерлер бар. Беймәлел со қызметкерлерге бұқаралар со мәселелері бойынша құқи бейпұл маслихат берілуі тәмінленеді. Әзілер, естетіп өтеміз, студиямыздың бүгінгі мейманы Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігінің бас маслихатшысы Мұхаббат Қожахметова болды. Ол президентіміз тарапынан қабыл етілген естілеу һәм қадірлеу күніне даярлық көру һәм оны өткеру ләжлар хақындағы қарар хақында көптеген мағлұматларды берді. Келесі көрсетулерді көріскенше аман болыңыз деп қаламыз.